Ассаламу алейкум достар. Бүгін мен сіздерге YouTube каналымызға видеоны қалай жүктейміз телефон арқылы соны көрсететін боламын. Сосын видеоны жүктеп болғаннан кейін, егер ол видеоны өшіргілеріңіз келетін болса, каналымыздағы видеоны қалай өшіру керектігін мен басқа видеомда көрсеткен болатынмын. Сол видеомның ссылкасын төменге қалдырып кетемін. Содан көрсеңіздер болады. Менің каналымдағы видеоларға лайктарыңызды басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетулеріңізді сұраймын. Менің қазақша каналымды қолдай отырыңыздар. Ал ендеше кеттік, YouTube'ға кіреміз. YouTube'ға кіргеннен кейін міне ашық тұрған жерде ортада төменде плюс деген тұрады. Соған кіріп жасасаңыздар болады. Яғни бұл жерде екі нәрсе айтып кеткім келеді. Жоғары жақта мына аватаркаға кіріп, өзіңіздің мой каналға кіріп, ортадағы плюсті басып жүктесеңіздер де болады. Әлде YouTube'та ашқан бойда сразу төмендегі ортадағы плюсті басып жүктесеңіздер де болады. Яғни мен сіздерге жаңаны көрсеткен себебім, егер сіздердің басқа да каналдарыңыз болатын болса, қай каналыңызға видео жүктейсіз, сол каналыңызды ашатын болсаңыз, яғни сол каналыңыз ашық тұрма, соны көріп алу үшін сіз міне аватаркаға кіріп, мына жерден өздеріңіздің каналдарыңызды таңдап, сосын барып қай каналға жүктеу керек, соны таңдап алып, сосын барып ортадағы плюс нүктені басып, загрузить видео деп жүктесеңіздер болады. Маған қазір өзіме осы ыңғайлы болып тұр. Яғни YouTube'да ашқан кезде ортада плюс тұрады, соны басып жүктеу маған ыңғайлырақ. Ал енді кеттік, загрузить видео дегенді басамыз. Мына жерден мен өзімнің қай видеоны қазір жүктеймін, соны көрсететін боламын. Сіздердің видеоларыңыз 1 минуттан жоғары ұзақ уақытта болу керек, яғни 5 минут, 3 минуттай уақытта болу керек видеоңыз. Егер 3 минут, 5 минуттан кем болатын болса, яғни 1 минут аралығында болатын болса, ол шортсқа айналып кетеді. Мен жерден видеомды таңдаймын. Осы жерден далені басамын. Мына жерде менің видеом шықты. Менің басқа видеомда бұл жерге превью, яғни обложка қалай қоямыз, соны басқа видеомда айтып кеткен болатын, соны қарап көрсеңіздер болады. Енді мына жерге название, яғни мына видеомыздың атын жазамыз. Бананнан жасалған пирог. Міне осында енді өздеріңіз қазір мына жерге копировать дейміз. Келесі описаниясын жазамыз. Яғни описаниясын мына жерге өздеріңіз сөздер қандай сөздер жазасыздар, өздеріңіз білесіздер. Міне келесін өтеміз. Енді мына жерде открытый доступ. Келесі міне описанияға мына жерге названиядағыны описанияға көшіріп жаздық. Енді доступ, қандай доступ таңдайсыздар? Яғни открытый доступ, әлде доступ по ссылке, әлде ограниченный доступ. Мен открытый доступты басамын. Видео для детей деп жазылып тұр, осыны өздеріңіз таңдайсыздар. Мына жерде видео не для детей. Осыны таңдайсыздар. Мына жерге местоположение қоссаңыздар да болады. Ең төмендегі көрінбей тұр, добавить плейлист дейді. Соны кіріп қойсаңыздар да болады. Енді бәрін жасап болдық. Енді загрузить дейміз. Қазір міне жаңа жүктеген видеомыз жүктеліп жатыр. Оны қалай көруге болады? Мына жерде міне библиотека деген жазылып тұр. Сол жерге кірсеңіз, мына жерде ваше видео, бір видео загружается деп жазылып тұр. Осы жерде міне загружается деп көрініп тұрады. Енгізіліп болғаннан кейін ол өзін көрсететін болады. Енді біз қарап көрейік. Мына жерде әлі сіздің видеоңыз жүктелген жоқ. Яғни сіздің видеоларыңыздың қатарында жоқ ол видео. Мына жерде библиотека, мына жерде стрелка толық көкке боялу керек. Сол кезде сіздің видеоңыз жүктелген болады. Менің осы видеом сіздерге ұнап жатса, лайктарыңызды басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетулеріңізді сұраймын. Сіздерге сәттілік, сау болыңыздар.